Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздерге боб-каре шаш үлгісін қалай қию керектігін түсіндіреміз. Міне бізде шашты алып алдық. Шаш таза жуылған, су барлығы. Ең төменгі желке жақтағы шашты бір қатар алып қиып шығамыз, теп-тегіс етіп. Видеодағыдай қиып отырамыз. Қайшыны ұқыпты ұстаңыздар. Саусақтарыңыздың барлығына кіріп алмай, тек орта жағында тұру керек қайшы. Тарақпен осылай бір қатардан түсіріп, және де ең төменгі шашқа алдындағы қатардағы шаштарды қиып осылай түзулеп отырамыз. Видеодағыдай қиып отыру керек. Ең ортасындағы мен ең шетіндегі шашты енді түзулейміз. Енді сол жағын ең ортасындағы шаш пен ең шетіндегі шашты бір-біріне түзулеп қиямыз. Артық шаштарын сәл қиып алып тастаймыз. Келесі қатардағы шаштарды түсіріп, тарап, ең төменгі шашқа түзулеп қиып отырамыз. Осылай видеодағыдай жасап отырасыздар. Орта шаштар мен ең шеткі шаштарын бір-біріне түзулеп қиып отырамыз. Бір қатардан түсіріп, қиып отырасыздар, бір-біріне тегістеп, түзулеп, тарап. Шаш міндетті түрде су болу керек. Сонда ғана шашыңыз тегіс, барлығы бірдей қиылады. Енді жоғарғы жағындағы шашты, яғни орай шаштарды қиямыз. Видеодағыдай қиып отырасыздар, ұзындықтарын қарап. Тартып, төмендегі шаштармен түзулеп қиып отырамыз. Ортасынан бастадық, енді мына жағы оң жағындағы шаштарды қиямыз. Ең төменгі шаш пен ең жоғарғы шаштарды қиып аламыз. Құлаққа дейін тарап қиып шығасыздар екі жанында. Төменгі шаштарын түзулеп шығыңыздар. Енді орайдан алдыңғы шаштарды қиямыз. Орайдағы шаштарға алдыңғы жақтағы шаштарды түзулеп, ұзындықтарын қарап, осылай қиып отырасыздар бір қатардан. Алдыңғы қиылған шашқа артқы қиылған шаштарды түзулеп отырамыз. Құлақ алдындағы шаштарды да қиып отырасыздар. Артқа қарап тарап, құлақтың арқасына жиып, ең бастапқы қиылған шашқа жаңағы жоғарғыдағы шаштарды туралап түсіріп тарап, артық шаштарын қиып аласыздар. Құлақтың айналасына барлығын жинап, тегістеп осылай қиясыздар. Жақсылап тарап, бір тексеріп аласыздар. Сосын алдағы шаштар беткі жақта, құлақ пен бет айналасындағы шаштарды ең ұшынан басап осылай қиясыздар, тегістейсіздер. Бұрыш етіп қиып шығу керек. Құлақтан төмен түсіріп қиямыз. Келесі сол жақ құлақ шетіндегі шаштарды қиямыз. Алдыңғы қиылған шашқа ең шеткі шашты қиып шығамыз, түзулейміз. Бұрыш ретінде осылай формасы шығу керек. Және де артық шаштарды құлақтың айналасындағы барлығын жақсылап тарап, осылай қиып алып өтеміз. Жақсылап тарап отырыңыздар, бірақ бетке қатты батырып тарамаңыздар. Клиентке жағымсыз болуы мүмкін. Қайта тарап өздеріңізді тексеріп отырыңыздар, артық шаштар қалып кетпесін. Енді беткі шаштарға келген кезде челкасын сұрап аласыздар клиенттен, челка керек пе, керек емес пе. Егер челка керек болса, алдымен челкасын қиып алыңыздар. Сол жаққа қарай ма, оң жаққа қарай ма біліп алыңыздар. Сосын челкасын қиямыз. Ұзындығын сұрап алыңыздар. Егер оң жаққа қарап қиятын болса шашты, сіз сол жақтан оң жаққа қарап қиюыңыз керек. Видеодағыдай жасаңыз.
Сосын филировка жасап шығамыз, яғни жоғарғы шаштарын, артықтарын алып отырасыздар осылай ұштарын. Филировкада жасап шығасыздар, егер клиент қаласа. Барлық шашты емес, шаштың ұшын ғана. Енді құлақтың айналасындағы шаштар, артық шаштарын сәл-сәл ұштарын алып отырасыздар, осылай филировка жасап. Оң жағында, сол жағында солай жасаймыз. Мен қазір филировка жасап жатырмын кәдімгі қайшымен. Және де филировкаға арналған арнайы қайшыңызбен барлық шашқа филировка жасап шығасыздар. Себебі шаш жеңілдеу болады укладка жасағанда, және де эффекті әдемі көрінеді. Тым көп филировка жасап жіберудің де қажет жоқ, себебі шаш ойылып қалуы мүмкін. Бір текстеп алыңыздар, тексеріп алыңыздар шаштың соңында. Енді бізге қалғаны шашқа укладка жасау. Шаштың барлығын бір жеңіл кептіріп аламыз, және де ең төменгі желке жақтағы шаштарды бірінші түптерін кептіреміз мына тарақпен, сосын брашинг тарақпен дөңгелеп укладка жасап шығамыз. Барлық шашты осы әдіспен жасаймыз. Фендегі желдің температурасы қатты ыстық болмауы тиіс, орта температурада шашты кептіріп шығамыз. Брашинг тарақта айналдырып укладка жасау керек, себебі бұл бізде каре шаш. Каре шашқа брашингті айналдырып отырып кептіріп отырамыз. Укладка жасаймыз солай. Клиент егер көтеріліп тұрған укладканы қаласа, брашингпен орай жақтағы шаштарды жақсылап айналдыра отырып укладка істеңіз, және де құлақтың айналасында брашингті жақсы қолдану керек. Орай шаштарды жақсылап түбін көтеріп алыңыздар, себебі укладка ұзақ тұрады осылай жасасаңыздар. Түпкі шаш жақсылап кебу керек орай айналасында. Егер түпкі шаштағы жақсы кеппесе шаштарыңыз, укладкаларыңыз ұзаққа тұрмайды, яғни 2 сағаттан кейін түсіп қалуы мүмкін. Түпкі шашты жақсылап кептіріп алу керек, сосын барып брашингпен айналдыра отыра укладка жасау керек. Шаштың барлығын кептіріп болғаннан кейін қолыңызға аздап воск алып алыңызда, шаштың барлығына жақпай, тек шеттеріне қолыңызбен, қолдың ұшымен осылай жағып әдемі фасон келтіріңіз. Челкасының ұштарына жағасыз, барлық шашқа емес, челканың ұштарына, құлақ жақтағы, артқы жақтағы шаштарға жағып әдемілеп жасайсыздар. Міне біз боб каре фасондағы шашты қидық.
клиенттің қалауы бойынша ұзындықтан шашты қиып шықтық. Енді қолыңызға осындай ірі тісті тарақты алып алып, бір тарап өтсеңіз, шаш эффекті әдемі шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазыла кетіңіздер.